Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Әкесі баласына не айту керек? Адамдармен амандасқанда, бетпе-бет сөйлескенде көзіне тік қара, қолын алғанда сенімді бол. Ата-анаңды сыйла, қызметіңе жауапкершілікпен қара. Есіңде болсын, әлемдегі барлық жұмыс маңызды. Біреудің лауазымы сенен төмен болса, сөзбен тілме. Алдындағы істі өзіңнің жасай алатыныңды білсең, өзгені мазалама. Мұнымен көп нәрсеге қол жеткізесің. Бауырмал бол, қолыңнан келгенше адамдарға көмектес. Нәзік жандыларды және олардың таңдауын сыйла. Ішінде біреуі жарың болуы мүмкін. Айтарын айтып, өзің басқа тірлік жасап жүрген жарамайды. Салмақты бол, ер бол. Ер адам тұлғасына мән беру тиіс. Sıрадан пайда болған қарын ешкімге әдемілік сыйлаған емес. Үнемі ақылыңды толықтыр. Заң қызметкерлерінен қашпа, әсіресе полиция қызметкерлерінің шенін жатқа біліп жүр. Есіңде болсын, бір жолақ кіші офицерлік құрам, ал екеу болса аға офицер. Киім кию мәдениетін сақта. Шалбардың ұзындығы өкшенің ортасынан аспауы тиіс. Пиджактың жеңі жейденің манжетін жаппауы керек. Галстук белдікке дейін түсіп тұрғаны дұрыс. Аяғыңа киген шұлығың отырған кезде балдырыңды жауып тұруы керек. Белдікті аяқ киімнің түсіне қарай таңда. Егер жекпе-жектен қашу мүмкін болмаса, бірінші болып ұр және бар күшіңмен жеңгенге дейін. Жай жұдырық қарсыласыңа сенің әлсіздігіңнен хабар беретін болады. Өсекшілдік дегеніміз адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзу мақсатымен бірінің сөзін екіншісіне жеткізу құмарлық. Сондықтан да мұсылманшылдықты болмысына сіңірген қазақтар екі жасты сөз пәлесінен сақтандыруға барын салған. Олар сәбилі болып арасы бекігенше анда-мұнда бейсауат жүргізбеген, келінді жыл толмай төркініне барғызбаған, ауылдастарына жалғыз жарым жібермеген, келіннің көлденең сөзге құлақ салмауын үнемі ескерткен, өзінің де аузына берік болуын әр кез есіне салып отырған, жас келінді осында имандылық жолмен тәрбиелеген. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.